Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Жохан, есікті жауып таста. Мен оларға сенбеймін. Алдымен олар Исаны өлтірді. Енді олар біздің артымыздан да келеді. Исаның шәкірттері жабық есіктің іш жағында көңілсіз отырды. Олар Исаның қайта тірілгенін білмеді ме? Бұл туралы Мариям оларға айтып берген еді ғой. Бұл біз. Есікті ашыңдар. Клеопас, сендер Емаусқа қайта оралған жоқсыңдар ма? Біз Исамен сөйлестік. Ол тірі. Сендер оны қайдан көрдіңдер? Барлығын егжей-тегжейді айтып беріңдерші. Алғашында біз оны мүлдем танымадық. Бұлай болды. Біз серуендеп және сөйлесіп келе жаттық. Кенет қасымызға бір адам келіп, бізбен сөйлесе бастады. Ол бізден не туралы сөйлеп жатқанымызды сұрады. Мен оған былай дедім. Сен Иерусалимде не болғанын расында да білмейсің бе? Олар Исаны айқышқа шегеледі. Ол бізге бұл туралы Құдай бұдан қаншама бұрын хабарлағанын және солай болуы керек екенін түсіндірді. Ол киелі жазбаны өте жақсы біледі. Бұл әңгіме бізді жұбатты. Уақыттың қалай зымырап өткенін байқамай қалыппыз. Ауылымызға жеткенде қараңғы түсіп қалған еді. Біз оны кешкі асқа шақырдық. Ал сонда бәрі анық болды. Ол нанды алып, дұға етіп, сындырып, бізге берді. Сонда біз оны таныдық. Иса, бұл Исаның өзі еді. Бірақ біз мұны түсінгенде, ол ғайып болды. Кенеттен біздің көз алдымызда ол жоқ болып кетті. Бұл рас, барлығы дәл солай болды. Біз Исаны кездестірдік. Содан соң, оның тірі екенін айту үшін асығыс оралдық. Адамдар Исаны кездестіргенде бұл туралы үндемей отыра алмайды. Олар бұл туралы бәріне айтқысы келеді. Бұл екі шәкірт басқаларға өздерімен болған оқиғаны айтып үлгергенше, кенеттен бөлмеде Исаның өзі көрінді. Ол шәкірттеріне қол аяғын көрсетті. Сендерге амандық пен тыныштық болсын. Бұл менің өзім. Енді шәкірттердің бәрі сенді. Иса туралы есту жақсы, ал онымен кездесу барлық күмәнді жойып, қуаныш сыйлайды. Келесі шығарылымда Дана мен Аида өздерінің Исамен кездескені туралы айтып береді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.